Мгм. Ойладым. Айта беріңіз. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгінгі күнге көп адамдардың ұсынысы бойынша мына прямой эфир жүргізіп жатырмыз. Келіп, көп адамдар былай келіп сұрайды. Басым ауырады, давлением көтеріледі, артық салмағым бар, аузымнан жаман иіс шығады, бетім бәрін дақ басып кетті, денем қышынады, артық салмағым бар, гепатоз, холестеринім жоғары, қаным қою, давлением көтеріліп тұр, сахарым түспей қалды, мынау екі тізем жарамай қалды, белім ауырады деп сондай көп проблемалармен келген адамдарға мен былай түсіндіріп айтып беремін. Сізге уже бір дәрі көмектесе алмайды. Капремонт керек. Капремонтты қай жерден бастаймыз? Бірінші ең үлкен адамның денесіндегі лаборатория, орган деп аталады, ол бауыр. Бауыр адамның денесіндегі күні түні сіздің ішкен жеген тамағыңыз бар, ауамен демалып жатқаныңыз бар, неше түрлі краскамен шашты бояуыңыз бар, үйдің ішінде евроремонт бар. Қазір көшеде ескі машиналардың выхлопный газы деп айтамыз, соның барлығы адамның бойына улы зат болып кіреді сырттан. Мұрыннан кірген, ауыздан кірген, любой улы зат, теріден кірген улы зат бауырға барады. Даже безобидный бассейн деп айтамыз ғой, бассейнге хлоркасы бар бассейнге түскен адам ең кемі одан кейін 2 күн тазалану керек. Ол хлорканың бәрі теріден организмге барады да ағзаға барып бауырға барып түседі. Біздің бауыр бүгін күні түні демалмай жұмыс істеп жатыр. Күніне примерно 600 миллилитр өт шығарады. Өт не үшін керек? Өт улы заттың бәрін шығарып, майды ертіп, шекке барады. Шекке барғаннан кейін өттің әшілігі соншалықты қатты болу керек, құрт көбей алмау керек. И бізде мынандай понятие бар: кислотно-щелочное равновесие. Кислотно-щелочное равновесие 7-45 болып тұрады. Егер де сіздер шай көп ішетін болсаңыз, кофе ішетін болсаңыз, тәтті напиток, қант қосып, варенье, мед, выпечка жейтін болсаңыз, кислотно-щелочное равновесие 7-45-ке ешқашан көтерілмейді. 7-45-тен төмен болып тұратын болса, не болады? Адам денесіндегі кальций, магний, натрий, калий ағзадан кете бастайды. В кислой закисленной среде улы зат көбейе бастайды. Сол себептен бүгінгі күнге онкологияның өсуінде бір себебі тәтті нәрсені көп жейтін болдық. Бұрын бізде алкогольный цирроз печени көп болатын. Қазір бүгінгі күнге токсический гепатит, углеводный цирроз печени көбейді. Не себептен? Тәттіні көп жегеннен. Баяғы заманда, осыдан даже бірнеше жыл бұрын, адамдар в среднем жылына 1,5 килограмм қант жейтін. Енді ол кездегі қант қандай болатын? Тәтті фрукты, в основном фрукты болатын. А қазір бүгінгі күнге в среднем адамдар 75 килограмм қант жеп жатыр. Қант, сахар — это разрешенный государством наркотик. Сөйтіп айтады, кішкентай балдардың сүтіне, тамағына, барлық жерге біз қант қоса береміз. Чупа-чупс береміз, мороженое береміз, напиток береміз. Ол как наркотик сияқты. Үйреніп қалған бала одан кейін уже басқа нәрсені жегісі келмейді. Баяғы заманда біздің ата-бабамыздың тамағы өте дұрыс болатын. Құнарлы ет, жайылымда жайылып жүрген малдың етін беретін, сүт беретін, айран, әсіресе қымыз, айран, шұбат, оны кисломолочный ферментированный продукт деп айтады. Онда кисломолочный ферментированный продукт ішетін болсаңыздар, адамның кишечнигінде 3-5 килограмм микробиота болу керек. Сондай нормада кишечниктің нормасы нормаға келіп тұрады, уже тамақ қорытылып, иммунитет жақсы болып отырады. Қазіргі балалар айран ішпейді, шұбат, қымыран ішпейді, сүзбені жегісі келмейді, құрт жемейді, ет жеп жатқан жоқ, тем более құйрық май жеп жатқан жоқ. Майлы тамақты жеген адамда өті жақсы тамады, өт жақсы көбейеді. Өт көп болған сайын бауыр тазаланады. Өт жақсы таматын болса, адамда витамин D и кальций правильно усваиваются. Тағы да мынандай мәселемен келеді: кальцийді ішіп жатырмын, неге остеопороз кетпей жатыр деп. Тәттіні көп жеген баланы не деп ұрсасыздар? Тісі ауырған баланы не деп ұрсасыздар? Тәтті жегеннен. Сол себептен сіздер біледі екенсіздер да, қантты көп жеген, тәттіні көп жеген балада кальций кетіп қалады, остеопороз болады. Үлкен кісілердің тәтті жегенін байқап көрсеңіздер, қорқып кетесіздер. Кола, фанта, напиток, жаңағы тәтті жемеймін дейді, набатпен шай ішіп отырады. Соның барлығын алып тастау керек рационнан. Бізде специальная программа бар, біз үйретеміз, бізде Zoom бар, по питанию
оны фатлап деп айтамыз, очищение печени. Қазір бізде ол проект жүріп жатыр. Біз бауырды қалай тазалайтын, тюбажды қалай жасайтын барлығын өзіміз закрытая группа деп айтады ғой, марафон группада түсіндіріп айтып береміз. Енді бүгінгі күнге менің мамандығым нутрициолог. Мен бөлек басты, көзді, бауырды, бүйректі емдемеймін. Қазіргі бүгінгі күнге дәрігерлердің барлығына памятник қойып қою керек. Олардың айлығын қатты көтеру керек. Неге? Адамдар көп тамақ жейтін болған, қимылдамайды, дұрыс ауамен демалмайды, синтетика киімді көп киеді, синтетика затпен көп пайдаланады. Супермаркетте барлығымыз білеміз, сатылып жатқан өнімдердің барлығында усилитель вкуса, химикат, сгуститель, ароматизатор, краситель деген химиялардың барлығы көп. Бас жуатын, шаш жуатын, жаңағы денені жуатын химияның барлығы тоже химический состав. Кір жуатын, ол да химия. Ыдыс жуатын, ол да химия. Оның барлығын пайдаланған адам 2-3 айдан кейін уже шаршау басталады. Шаршап, энергиясы болмай, ар жері ауырғаннан кейін ол дәрігерге барады. Дәрігер тексеріп диагноз қояды, диагноз қойғаннан кейін аптекаға барады. Аптекаға барғаннан кейін біз тағы да химия препаратты алып, одан бетер ауырып шаршай бастаймыз. Біреу рас жазылады, а көбісі жазылмай, хроническая армия больных деп айтады. Күні-түні поликлиникада әр врачтың мазасын алып, тегін дәріні іздеп сөйтіп жүреді. Егер де сіздерге басқа жол керек болатын болса, мен түсіндіріп айтып беремін. Оны бірнеше зум өткізіп жатырмыз. Біз ағзаны бірінші дұрыс су беріп, дұрыс сумен тазаланай бастаймыз. Бізде специально су бар, коралмайн деп аталады. Кішкентай бір маленький пакетигін 1,5 литр суға салатын болсаңыз, кислотно-щелочное равновесие 7-45 болып тұрады. Бұның заряды -250. Бұл сінімді су, сілтілі су. Бұл судың өзін ішкеннен кейін адамның қаны сұйылады. Улы зат 80% адам денесіндегі улы зат сумен еріп бүйрек арқылы шығады екен. А қазір өзіңіз байқап көріңізші, в среднем 100 килограммдық адам келеді салмағымен. Қанша су ішесіз деп айтсам, су іше алмаймын, 1 стакан су ішемін, көбінесе мен ішетін чай или напиток деп айтады. Даже гүл өсіретін болсаңыз, есіктің алдына ағаш өсіретін болсаңыз, оған су бермесеңіз не болады? 28 ауру тек қана су жетіспегеннен. Біздің ағзамызда бірнеше триллион клетка бар. Бұл клеткалар жасушаларды микроскоп бойынша көретін болсаңыз, кәдімгі күні-түні Алланың жасап берген заводы. Ол завод демалмай, 24 сағат демалмай жұмыс істеп жатады. Сіздер ол заводқа тамақты беруді ұмытпайсыздар. Әсіресе тәтті, керек емес, синтетический тамақты көп жейсіздер. Қимылдамайсыздар. Қимылдамағаннан кейін тамыр жұмыс істемейді. Тамыр жұмыс істемесе, бауырға жақсы кровообращение болмайды, улы зат шықпайды. Дұрыс тамақтанбағаннан кейін жаңа ғана айтып кеттім, өт жақсы жиналмайды, өт жақсы тамбайды. Сол себептен мына улы заттың бәрі денеге жиналғаннан кейін бірінші сигнал – это головные боли, басым ауырды деп айтасыздар. Басыңыз ауырған кезде не істейсіздер? Қайтып аптекадан барып цитрамон, аналгин, спазмолгон, кетанол алып ішесіздер, да? То есть организмге не мешай деп айтасыз. Екінші стадияда хроническая усталость, нет энергии, шаршадым деген сөз аузынан түспей қалады уже. Шаршағаннан кейін жастар көбінесе дизи ішеді, үлкен кісілер кофе ішеді, всевозможный напиток ішеді энергияны көтеру үшін. Үшінші стадияда адамның тамырлары реакция бере бастайды. Біреудің давлениесі көтеріледі, біреудің давлениесі түсіп кетеді. Төртінші стадияда өкпе көмектеседі. Жөтел, әртүрлі өкпе жағынан ауру шыға бастайды. Бесінші стадияда адамның терісі қышына бастаймыз. Әртүрлі дақ пайда болады, зуд деп айтамыз, всевозможные высыпания, высыхание кожи. Алтыншы стадияда уже диагноз пайда болады. Миома, мастопатия, киста, ревматизм, инфаркт, инсульт дегендер. И жетінші стадияда уже онкология. Қорқынышты. Бүгінгі күнге әр 10 адам ішінде 6 адам, 7 адам осындай диагноздармен, осындай жалоптармен келеді. Коралловый клуб – это нутрициология деп айтады, или концепция здоровья, или программа 90 дней. Мен бірінші этапта барлық адамдармен Detox Plus деген программамен жұмыс істегенді жақсы көрем. Detox Plus деген программаның ішіне не кіреді? Бұның ішіне 1 ай ішетін суыңыз бар. Бұл Япониядан келіп жатқан су, бір пакетіңін 1,5 литр суға салатын болсаңыз, судың составы өзгереді. Өзім кезінде 19 жыл бұрын осында 5-6 диагнозбен Москваға барып нутрициологияның оқуын оқыдым. Сол кезде мен қанымды тексеріп көрсетіп берген кезде менің қаным өте қатты қою болды.
ішінде көп нәрсе воспалительный процессті көрсетіп тұрды. Өзім қатты жаурағыш болғаннан кейін, энергиям төмен, давлением 80-де 40 болатын болғаннан кейін, мен в основном ішетімді ащы шай, сүтпен, ішіне қант қосып ішетін кофетін. Су іше алмайтын, су батпайтын. Өзім дәрігер болсам да мойындаймын. И сол моменттен бастап, осыдан 19 жыл бұрын мен 1,5-3 литр суды ішуді үйрендім. Мынау судың айырмашылығы сіңімді. Жарты сағаттан кейін уже қайтып қанымды тексерген кезде мен өзім дәрігер ретінде мен таң қалдым. Қаным сұйылғанына, иммунитетім көтерілген екен. 3 күннен кейін жаурап жүретін Раушан, мен уже курткамды шешіп, аяқ қолым жылына бастады. Шаршадым деген сөзді мен бүгінгі күнге ұмыттым. Осы 19 жыл болды ғой бүгін осы коралмайын суды ішіп, ағзаны тазалап жүргеніме. Бұл суды уақытылы ішетін болсаңыз, ыстықтай азанда 2 стакан ішетін болсаңыз, адамның ішегі жұмыс істей бастайды. Бұл бос асқазаннан бірден ішекке барып үлкен дәретіңізді шығарады. Одан кейін ыстық су ішкеннен кейін өт тама бастайды. Өт таматын болса, ішекте құрт өмір сүре алмайды. Біз кішкентай кезімізде бұрынғы заманда бүйтіп құрт көп болмайтын. Біз огородтан барып помидор, огурцы кейбір кезде жұмаяқ сүртіп жейтінбіз. Баудан алманы алып, оны да сүртпей жей беретінбіз. Ешкім құрттап кеткен жоқ. Бізде ешқайсымызда аскаридоз деген проблема болмаған. Не себептен? Правильное питание болатын болса, мына өт жақсы таматын болса, бала көп ойнап жүгіретін болса, өт жақсы тамады. Өт тамғаннан кейін құрт пайда бола алмайды. Кальций и витамин D усваиваются только когда хорошо капает желчь. Өт жақсы тамбаған адамға сіз қанша кальцийді, витамин D беретін болсаңыз, оның барлығы туалет, унитаз рахатын көреді деп айтамын, унитазға кетіп қалады көбінесе. Мынау Коралловый клубта специальная программа Detox Plus деп арналған, 1 айға арналған программа бар. Бұның ішінде мынау улы затты шығаратын суы бар. Одан бөлек бұның ішінде мынау H500, бұны атомарный водород деп айтады. Бір капсуласы 10 000 капсула свежевыжатый сокқа тең. Қазір адам байқамайды. Көшеде не бір ескі машиналардың выхлопные газы деп айтамыз, ауаны ластап жүрген ескі машина өте көп. Бұл заводтан да жаман болып тұр. Осы улы заттың барлығын біз демаламыз. Өкпеге емес, бірінші бауырға барып сол жаққа ғана отырады. Мынау сатылып жатқан ағза продукцияның ішінде барлығында жаңа ғана айтып кеттім, химикат өте көп. Ол да бауырға барып нейтрализация жасайды. Мынау H500 біреуге 1 капсула жетеді, біреуге 2 капсула керек, а біреуге 10 капсула кетеді. Ол заттың бәрі нейтрализация жасап, суға айналдырып, организмнен су сияқты болып шығады. Адам шаршағаны басылады, энергия пайда болады. Осында 2 пентаконкрет, мына Detox Plus программаның ішіне бұл калий, витамин С и рибоза. Майда тамырларыңыз ашылады, отек кетеді. Сердечно-сосудистая система деп айтамыз, жүрек тамырлары жұмыс істей бастайды, бүйрекке өте пайдалы. Бұл да энергия береді, иммунитет көтеріледі, адамға кәдімгі шаршағанын басып, давление нормаға келтіреді. Жаңа ғана мен айтып кеттім, ең главный орган это печень деп, бауыр. 40-тан асқан адамдарда бауырдың ісінетіні, май басатын проблемасы 2-3 болады. Біріншіден гормональное изменение, өзінің женский гормоны, мужской гормоны түсе бастағаннан кейін бізде инсулин деген гормон көтеріледі. Ол инсулиннің пайдасы мен зияны бірдей жүреді. Инсулин көтерілген кезде инсулин не береді? Гиперпигментация кожи, неше түрлі дақ баса бастайды. Салмақ қосылады, адамны отек денесіне бастайды. И он дает рост ткани дает. Мына папилломы, әртүрлі бородавки, миомы, мастопатия, аденомы. Это все пролиферация, рост ткани деп айтады. Это инсулин приводит к этому. 40-тан асқаннан кейін көп адамдар байқайды, бұрынғыдан қарағанда тамақта аз жесе де салмақ қосыла береді, да? Инсулиновая резистентность деп айтады. Инсулиновая резистентность көбінесе сол гормональная перестройка 40-тан асқаннан кейін сол кезде пайда болады. Одан бөлек инсулин өскен сайын адам тәттіні көп жей бастайды. Бұрынға қарағанда көп ер кісілер де 50-ден кейін тәтті шай ішкісі келеді, выпечканы жей береді. Әр ішкен жеген тамаққа, перекусқа сізде глюкоза көтеріледі, глюкоза көтерілсе инсулин көтеріле береді. Но бізде инсулиновая резистентность и уже глюкоза сіңбейтін уақыт болады. Артық жеген тамақтарыңыздың барлығын бауыр гликоген дегенге ауыстырып, бауырға жинай береді. Сол себептен бауыр ағарып, май баса бастайды. Бауырда бір минусы бар, ол жақта нерв жоқ. Бауыр ауырғанын білдіртпейді.
но бауыр ісінген кезде сыртындағы капсуласында нерв бар, сол кезде сыздап оң жағыңыздан төменде бауыр чувство тяжести деп айтады, уже бауырды сезе бастайсыздар. И сол кезде биохимический анализ тапсыратын болсаңыз, АЛТ, АСТ көтеріледі, холестерин көтеріледі, көп анализдеріңіз уже өзгере бастайды. Особенно гомоцистеин мен витамин Д-ні тексеру керек. Витамин Д төмен болып кетеді көбінесе адамдарда, и гомоцистеин көтеріледі. Гомоцистеин көтерілген кезде ол сіздерге чекап, предупреждение, 10 жыл бұрын уже у вас угроза по инфаркту, по инсульту деген. Потому что мынау бауырда май басқан кезде гликоген уже бауырға сыймай жатқаннан кейін артық нәрсенің барлығын организм тамырға жинай бастайды. Атеросклероз сосудов. Мынау шум в ушах, құлақ шуылдап тұрады, жүрек уже қысыла бастайды, ауа жетпейді, боли появляются, нарушение памяти, память кете бастайды, зрение кете бастайды, катаракта. Сіздер тағы да басқа дәрігерлерді іздей бастайсыздар. Мәселе бауырда. Бауырға бізде арналған осындай специально лецитин бар. Подсолнечный бар, соя бар. Бір капсула лецитин 8 капсула эссенциалиге тең. Біреуге 4 капсула жетеді, біреуге 8, біреуге 16 капсула күніне ішу керек бауырдағы майды кетіру үшін. И мынау менің жақсы көретін продукциям ассимилятор деген, бұны растительный фермент деп айтамыз. Белок, жиры, углеводы, осы үшеуінде бұл полностью расщеплять етеді. Мен инстаграмда осы сохраненное видео бар. Бұл жерде мен ассимилятормен эксперимент жасаған. Бұл қанды жақсы сұйылтады, тамақты қорытып, босатады, панкреатитке бұл таптырмайтын нәрсе. Әсіресе бізде көбінесе мынау Қазақстанда біз жатарға тамақты көп жейміз. Ауыр майлы тамақтардың барлығын жатарға. Мынау екеуі бронежилет для печени. Осы екеуін жатарға ішіп алатын болсаңыз, бауырыңызға жақсы көмек көрсетесіз. Қан сұйық болады, түнде ұйықтап жатқан кезде инфаркт, инсульт болмайды. Хотя бы осы ассимиляторды 1-2 капсула жатарға обязательно ішіп жату керек. Сұрақтарыңыз болса, сіздер сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, мен сіздерге сұраққа жауап беремін. Мынау люцерна деген өзіміздің жоңышқамыздан жасалынған. Бұның ішінде құрамында шөбі бар люцернаның, жоңышқаның, и сок люцерны. Бұның пайдасы өте көп. Бұл клетчатка деп айтамыз. Жатарға бір пиала айранға 6 капсуласын араластырып ішетін болсаңыздар, бұл эубиотический ужин. Түнде біздің ішектерімізде, ағзамызда микробиотаны көбейтуге бұл себеп болады. Это хорошая еда для лактобифидобактерий деп айтамыз. Бізде специально суперфлора бар, бикурунга бар, битастик бар. Оларды біз детокс плюсқа қосамыз. Қосқан дұрыс болады. Сонда сізде кишечниктегі ағзаңыз дұрыс жұмыс істейтін болса, улы заттың бәрі уақытылы шығып тұрады, запор болмайды, шек таза болатын болса, адам миы таза болады, памяті дұрысталады. 100 миллион нерв рецепт шекте отыр. Одан бөлек 80% без шекте иммунитет дұрысталып қалады. Мынау детокс плюс 20% улы затты бауыр арқылы шығарады, 80% улы затты сумен ертіп бүйрек арқылы шығарады. Қосымша кейбір адамдарда капремонт деп жатам ғой. Қосымша кейбір адамдарға витамин Д қосу керек болады. Совсем құрты көп болса, осыған мен парафайт деген программаны қоса аламын. То есть расширенная программа. Бәріне индивидуально әркімге әртүрлі. Сұрақтарыңыз болса, личкама жазыңыздар, WhatsAppқа жазыңыздар, мен сіздерге жауап берем. Қазір мен сіздердің сұрақтарыңызды Сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер осы жерге. Да, сұрақтарыңыз қоя кетеріңіздер, мен сіздерге қолым босаған кезде жауап беремін. Или осы жерде жауап бере аламын. Или же WhatsAppқа жіберсеңіздер болады, мен WhatsAppтан сіздерге жауап бере аламын. Номерімді мынау жазып қоям сіздерге WhatsAppқа. Жалпы детокс плюс бізде программа 90 дней деп аталады. Мен көбінесе адамдарды 90 күнге алам. На бірінші этапта детокс плюс программаны берем, екінші этапта уже құртты тазалаймыз, порошок программаны беремін или коловадан берем, и үшінші этапта восстановление. Не себептен ондай? Детокс қанша тұрады дейді? Детокстың бағасы дисконтный картасы 20% бары 61 мың тұрады, розничный бағасы сәл қымбаттау болады. Дисконтный карта алу бізде тегін, регистрациясын барлығын қалай жазатынын мен түсіндіріп айтып берем. Сіздер маған личкама жазсаңыздар болады. Осында да жаза берсеңіздер болады. Детокс сіз бұны штуктап та алсаңыз болады.
Бұл детокс плюс бағасы қанша тұрады? 61 мың тұрады. Скидкамен 20% скидкамен береміз. И бұл жерде бізде 40 детокс простой да бар, детокс плюсы бар, но көбінесе келген адамдар бізде детокс плюс алады. Сол не себептен бұның ішінде продукциясы көптеу, и это углубленная или расширенная программа деп айтады. Но, например, қатты тізелері уже желініп кеткен, буындары қатты ауырады, суставтары. Ондай адамдарға мен қосымша диетасын жазып берем, қосымша противовоспалительный программа берем. Салмағы көп адамдардың осы бір айда 7-8 килограмм салмақ тастайтын диетаны обязательно жазып берем. Ол диетаны ұстағаннан кейін жалпы 2 аптада уже адам ұйқым қана бастады, шаршаған басылды, давлением нормаға түсті, аппетитім дұрысталып қалды деп көп сондай положительныйлардың барлығын көре бастайды уже. Қанша уақытқа жетеді детокс плюс? Мынау детокс плюс бір айға арналған. Бір ай ішесіз. Бұны бір ай ішесіздер. Біреулерге бір айға, біреуге 2 ай, біреу 3 ай. Әркімге индивидуально. Кейбір адамдар настолько ластанып келеді уже, біздің көбінесе адамдардың понятиясы қандай? Пока шамасы кеп тұрған кезде емделгісі келмейді, өздеріне ақша жұмсағысы келмейді, көбінесе Құдай сақтасын деп жүреді. Алла сақтаған адамды сақтайды. Сәл де болса өзіңізге қарап, сәл де болса іш құрылысты тазалайтын болсаңыз, соны өзі үлкен аманат қой. Сәл көмектесетін болсаңыздар, ертең күні больницамен аптекаға уже кірмейсіздер. Машаллах деп айтайын, 19 жылда біз аптекамен больницаға кірмегенімізге 19 жыл болды. Соның жолын түсіндіріп, айтып, көрсетіп берем. Менде регулярно аптасына 2 рет зум болып жатыр. Зумға кірсеңіздер болады, инстаграм страничкама кіріңіздер. Жоқ, личкама жазсаңыздар, мен сіздерді чатқа қосып қоямын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз болса қойып алыңыздар. Бұл кісі врач. Мен мысалы осы детокс плюстың өзінен 22 кило тастағам. Осы детокс плюстан өзім. Андай после родов 2 қабаттарда іші болады. Осыдан ісіктен мынау ісік кетіреді, мынау тамақ қорытуға бәрін түсіндіріп өтті ғой енді. Бұл өте керек. Очищениеге бір ай осыны тазалайтын болсаңыз, дене ағзаңызды кәдімгідей тоқтатпай ішетін болсаңыз, салмағыңызды да түсіреді. Полный кәдімгі күшті не. Тем более мынандай врач отыр алдарыңызда. Керек сұрақтарыңыз бойыңызда не мазалайды? Запор ма, геморрой ма, или давление ма, не бар? Бұдан бөлек те басқа сұрақтарыңыз, денсаулық бойынша сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Пайдаланып алыңыздар бұл кісіні. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, тағы қандай сұрақтар бар? 19 жыл бұрын өзімде проблемам өте көп болды. Шаршадым деген сен аузымнан түспейтін, бетімді ол кезде қатты әжім басып кеткен етін. Зрением өте нашар, буындарым қатты қақсап жүрген кезімде прям хруст суставов деп айтады ғой, сықырлап жүретін буындарым. Соңғы кезде мына оның қолым қатты дірілдейтін болды, тремор деп айтады. Оны барып Ташкентке тексергенде начальный стадия паркинсонизма деп айтты. И сөйтіп жүргенде профосмотрден өтіп, онкологияға жіберген кезде под вопросом проблема со стороны шейки матки деп айтты. И 3 күн отырып, мен не істерімді білмей, қай жаққа жүгірерімді білмей сөйтіп отырдым. Өзім әке-шешем ерте кетіп қалды. Мен олармен көп жерге бардым, көп нәрсені жүрдім, жүгірдім. Мен ол кісілерге көмектесе алмадым. Сол себептен маған ол бір өзіме енді бір трагедия болып қалды. Неужели мы ничем не можем помочь деп. Уже коралловый клубқа мен мынандай баттарға көбінесе сенбейтім. Неге бұлар жақсы болатын болса, аптека, больницада сатылмайды, неге бұны өкімет қолданбайды деп сөйтіп ойланатым. Но өзім басыма түскеннен кейін мен осыны іздей бастадым. Сөйтіп қай жерде кім маған осыны түсіндіріп береді деген кезде маған Москвадағы адресті берді. Это 2-й Московский мединститут, кафедра восстановительно-профилактической медицины, декан Баженков. Сол кісіге мен 7 күнге нутрициологияны оқуға бардым. И сол кезде өзім дәрігер болсам да все банально просто деп айтты, да? Вы забыли про свою физиологическую потребность в воде. Су ішпей қойдым ғой. На самом деле мен в сол моменте дәрігер болсам да су ішпей қойдым. Су қалай ішеді адамдар? Батпайды су. Оказывается, судың да бату үшін организмге кіру үшін су сіңді болу керек, сілтелі болу керек екен. Мынау Япониядан келетін бізде сухой порошок, ішінде 10 маленький пакетики саше деп аталады. Біреуін 1,5 литр суға салатын болсаңыз, суды рахаттанып іше бересіз. Өзім инфекционный больницада жұмыс істейтім. Сол кезде токсикоз, сексикозом,
құсып тышып іші өтіп температурить етіп отырған, көзі кіртиіп еңбегі түсіп кеткен балдарға біз мамашалардың қасына стаканмен су беріп қоятынбыз, шай қасықпен аузына құйып отыр деп. Өзім соны көзіммен көргенмін. Но до того біз дәрігер болып капельницаға үйреніп қалғанбыз ғой. Сәл ауырды ма дереу физрастворды капать етіп, витамин минерал қосып, нутривена қосуды. Алла тағаланың жасаған ауыз бар, асқазан бар, ішек бар. Мынау суды ішетін болсаңыз, мынау уже 10 минуттан кейін қанға барады, қан сұйылады, улы зат шыға бастайды мына жерден. Сол кезде Москвада 1,5 литр суды алып кірмесеңіз, сабаққа кіргізбейміз деп айтты. Мен дереу барып сол кезде осыны сатып алдым. 1,5 литр суды іше бастағаннан кейін 3 күннен кейін кожа деп айтады ғой, енді расправлять, терім дұрыстала бастады, бетіндегі әжімдерім қайта бастады, көзім қайтып орнына келді. Өмір аяқ қолым мұздап, жаурап, көктем күнде курткамды шешемай отыратын. 3-ші күні курткамды шештім, аяқ қолым жылынып. Сөйтсем қаным соншалықты қойыланып кеткен, майда тамырларым уже ашылмай қалған екен ғой. Шаршадым, энергиям жоқ. Мынау улы зат денеден қалай шыға бастады, энергия пайда болды. Ол кезде мен мынау бірінші этапта противопаразитарный программаны жақсылап тұрып іштім. Кора муравьиного дерева, Сильвермакс, папайя, H500 дегендердің барлығын ішіп, екінші этапта мен Калавада глубокое очищение деген бар бізде. 7 күн дайындалып, 4 күн тамақ жемей ашығатын. Соны жасадым. Сол Калаваданы мен 2 жыл қатарынан 2 ай сайын жасап отырдым. И аптасына 1 рет 36 сағат тағы да бөлек порошоктарын алып, оны жасап отырдым. 2 айдан кейін мен қайтып онкологияға барып тексерген кезімде, скорее всего, был ошибочный диагноз, у вас абсолютно все чисто деп айтты. Шүкір Құдайға, где-то 2 жылдан кейін, уже 41 жасымда мен қыз көтеріп, қыз туып алдым өзіме. Бүгінгі күнге жасым 58-де, қызым менің 17-ге толады биыл. Машаллах деп айтам, дені сау, бірде-бір антибиотик алмаған қыз ол бүгінгі күнге. И өзім де осы 19 жылдың ішінде аптекамен больницаға бармағаныма 19 жыл болып қапты. Профосмотр бәріне керек, жылына 1 рет, 2 рет жасап тұрыңыздар, чекап керек, дәрігерге барып көрініп келу обязательно керек. Оның барлығы никто не отменял. Это дополнительно альтернативный метод для тех, кто сегодня хочет быть самостоятельным. Өзіміз ауырып қалатын болсақ, кім кінәлі? Дәрігер кінәлі, больница кінәлі, өкімет кінәлі деп отырамыз. Адам өзінің денсаулығына өзі жауап беру керек. Денсаулық адамның өзінің қолында. Сіздерге информация барлықтарыңызға бірдей келіп жатыр, біреу оны қабылдамайды, біреу қабылдайды. Но бұл көбінесе коралловый клубқа келген адамдар былай айтады, значит, что-то ты сделал Богу угодное, что тебе Бог дал эту информацию, и ты услышал. То есть сіз бір жақсылық жасаған үшін Алла тағала сізге бұл мәліметті беріп жатыр. Сол себептен сіз мүмкін естіп коралловый клубқа келген шығарсыздар. Компания бүгін өте көп. Сізге өзіңіз ұнаған компанияларыңыз болса, іше беріңіздер. Мен өте өзім қуаныштымын, мен именно коралловый клубқа келгенмін. Не себептен? Бұл жерде концептуальный подход бар. Специальная су, как капельница сияқты улы затты, барлық улы зат сумен еріп шығады. Но 20% улы зат маймен еріп, бауыралығы шығады. Соны Ольга Валентиновна Подхомутникова деген профессор бар, Ольга Алексеевна Бутакова деген мықты дәрігерлер, профессорларымыз бар. Олар осының барлығын зерттеп, бізге осындай пэк ретінде дайындап берді. Бұл жерде келіп, мына пэкті алып шу үшін сіздерге дәрігердің консультациясы керек емес, дәрігер болу керек емес. Любой адам келіп, бұны алып іше беруге мүмкіндігі бар. Но, опять же, қазір бүгінгі күнге құрт та көбейіп кетті. Денедегі неше түрлі жарамен келген адамдарды мен бірден құрттан тазалай алмаймын. Не себептен? Ол бірден құртты тазалайтын болсам, ол уже улы зат теріден шығып үйреніп қалған. Ухудшение болуы мүмкін. Ухудшение болатын болса, көп адамдар маған жақпады деп айтады. Сол себептен асықпай, дайындап, кішкене ағзаны, улы затты шығарып, басқа жолын туралап, сосын барып құртқа тазалайтын болсаңыздар, оны капремонт деп айтады. Бұл уже 10 жылға, 20 жылға сізге жететін капремонт болады. Например, сіздер үйіңізде ремонт істейтін болсаңыздар, асығыс строительный бригаданы шақырып, оларға былай айтуыңыз мүмкін да, ақшам аз, уақытым жоқ, маған косметический ремонт істеп бере сал, әшейін мына жерді бояп бере сал, әшейін мына жерге линолеум төсей сал, әшейін обой жапсыра сал деп. Жақсы строитель болатын болса, ол сізге былай айтады: мынау полыңыз шіріп тұр, астындағы трубалар шіріп тұр, мен сізге әшейін линолеум жапсыра алмаймын, мынаны көтерейік болды,
мынау ескірген шіріген тақтайларды тастайық, турбаларыңызды ауыстырайық, мынау дуалға жабыстырған обойыңыз түсіп қалады, қайтып қырып тазалап қайтып шпаклевать етіп жасайық. Сол кезде мынау ремонт сізге көп уақытқа жетеді деп айтады. Таза істейтін строитель сөйтіп айтады. Мен де адамдарды алдағым келмейді. Мынаны ішсем осыдан біреу жазылып кетіпті деп келген адамға түсіндіріп айтып беремін. Да, на самом деле кейбір адамдарға бірден көмектесіп қалады. Но көбінесе ағзаны тазалап, капремонт жасап, іш құрылыстың бәрін дайындап барып, биорон болсын, коллаген болсын, любой нәрсені ішетін болсаңыз, вот сол кезде сізде результат болады. Көбінесе адамдар қазір маған рекламадан келіп жатқан жоқ, бір-бірінен естіп келіп жатыр. Қазір мына тиктокты, инстаграмды көбірек жүргізіп жасап жатқаным адамдардың маған ренішісі бар екен. Неге реклама жасамадыңыз? Неге инстаграмда көрінбейсіз? Неге тиктокта шықпайсыз? Біз мынаны біреуден естіп келіп отырмыз сізге деп. Сөйтіп айтқаннан кейін енді осы әлеуметтік соцсети деп айтады ғой, социальный сети. Социальный сетидің көмегі өте көп. Енді жиі шығып тұрамыз. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Қандай тема керек екен, барлығын осы жерде біз сіздермен разбор жасап отырамыз. Денсаулық бойынша не мазалайды? Бұл кісі врач, кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Не мазалайды денсаулығыңызда? Қандай проблемалар бар? Қойып сұрақтарыңыздың жауабын алсаңыздар болады. Қойыңыздар, сұрақ қойыңыздар, сұрақ. Кімде қандай сұрақ бар? Бәрі түсінікті болғаннан кейін сұрақ жоқ онда. Бүгінгі күнге осы мәлімет жеткілікті деп ойлаймын. Рахмет тыңдағандарыңызға, қош сау болыңыздар.